Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы, онда дәм де, мән де болу керек. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Әр халықтың ана тілі білімнің кілті. Біздің жастарымыз ана тіліне жетік, білімді, мәдениетті болсын. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Тіл күшіне өлшеу жоқ, тіл көркемдігіне теңеу жоқ. Тіл өлгенді де тірілтеді. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ұлт болудың бір емес, бірнеше шарты бар. Соның ең басты және ең негізгі шарты ұлттық тіл. Әркімнің туған тілі туған шеше, оған бала міндетті сан мың есе. Тіл қылыштан да өткір. Тіл сөйлесу, оқу үйрену, жазу сызу арқылы өседі. Бұл үшеудің біріне көңіл аудармау үлкен қылмыс. Этика, эстетика дегендердің тым нәзік сырларын әр халық өз тілінде ғана еркін түсінсе керек. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесе, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесе, бұл күйініш. Тіл жұрттың жаны, тілінен айырылған жұрт, жойылған жұрт. Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін ұлы.